Саламатсыңдар ма, балалар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы сәбіз, шырыны, дәмді. Сабағымыздың мақсаты тыңдаған материалдың мазмұны бойынша сұрақтарға жауап беру және оған сәйкес суреттерді сипаттау. Және қазақ тіліне тән дыбыстарын артикуляциялау. Сонымен сабағымызды бастаймыз. Бүгін балалар, біз азық-түлік дүкеніне саяхат жасаймыз. Барлығымыз азық-түлік дүкеніне барайық. Ал сендер дүкенге барғанды ұнатасыңдар ма? Дүкенге кіммен барасыңдар? Дүкенде қандай шырындар сатылады? Сендерге қандай шырын ұнайды? Енді балалар, бүгінгі сабағымызда танысатын жаңа сөздерге назар аударайық. Қанекей? Дәмді, вкусный, сәбіз, морковь, қызанақ, помидор. Қайталайық. Дәмді, сәбіз, қызанақ. Жарайсыңдар, балалар. Енді балалар суретке қарап көрейік. Бүгін Әнел де дүкенге барды. Бұл сәбіз шырыны. Бұл қызанақ. Әнел қызанақ шырынын ішеді. Қызанақ шырыны дәмді. Енді балалар, осы сұрақтарға жауап беріп көрейік. Бұл кім? Ал бұл не? Әнел қандай шырын ішеді? Қызанақ шырыны қандай? Жарайсыңдар, оқушылар. Енді бірінші тапсырмадағы суреттердің орнына қажетті сөздерді қойып айтайық. Бұл Анна шырынын ішеді. Мен шырынын ішемін. Дәмді. Жарайсыңдар. Ал енді тексерейік. Бұл алма шырыны. Анна сәбіз шырынын ішеді. Мен қызанақ шырынын ішемін. Сәбіз дәмді. Енді балалар, әріптерге назар аударайық. Қалай ойлайсыңдар? А, О, О әріптері неге ірі қоюланған шрифтпен жазылған? Ал Ә, Ү, Ө, Е әріптері жіңішке болып көрінеді. Қанекей, айтып көрейікші. Қалай естіледі? Қандай сөздер жазулы? Оқып көрейік. Алма. Дұрыс айтасыңдар. Ол қалай айтылады? Ал енді сәбіз. Иә, алма жуан айтылады. Ал сәбіз жіңішке. Сонымен балалар, қандай дыбыстар жуан? Дұрыс. А, О және О дыбыстар олар жуан. Ал қандай дыбыстар жіңішке? Иә, Ә, Ү, Ө және Е олар жіңішке. Енді балалар, осы ережені ескеріп, оқулымыз бойынша 4-ші тапсырманы орындап көрейік. Көп нүктенің орнына тиісті әріптерді қойып жаз.
тексеріп көрейік. Сәбіз, қызанақ, алма, тәтті, дәмді, ботқа, суық. Барлығыңызда дұрыс жаздыңдар деп ойлаймын. Жақсы, балалар. Енді өз беттеріңмен мәтінді оқып, тағы да қайталап шығуларыңа болады. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.